құрметті оқушылар, мен Жаманғарина Айтқа Сәрсенбаевна, Абай атындағы нөмір 4 лицей мектебінің физика пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздердің өтетін тақырыптарымыз өткізгіштерді тізбекте және параллель жалғау 8-ші сыныптың тақырыбы. Сабақтың мақсаты өткізгіштерді тізбекте және параллель жалғауда оң заңын қолданып, электр тізбектеріне есептер шығара білу. Енді осы тізбектерді қарастырайық. Біз 8-ші сыныпта өткен тақырыпта өткізгіштердің жалғаудың екі түрін өткенбіз. Ол тізбекте жалғау және параллель жалғау. Біздің жағдайда бірінші тізбекте R1 және E2 резистор екеуі бір-бірімен тізбекте жалғанған. Яғни мұнда келетін ток, яғни надан және надан өзгермей өтеді. Сондықтан барлық жерде бізде ток күштері бірдей болады. I тең I1-ге, O тең I2-ге. Ал кернеу, мына ұштарындағы кернеу, ол барлық кернеу, мына бірінші резистордағы кернеу мен екінші резистордағы кернеудің қосындысына тең. Яғни O тең болады, O1 плюс O2. Ал кедергі осы екі кедергінің қосындысына тең. Жалпы кедергі тең R1 плюс R2. Сонда O1-дің O2-ге қатынасы тең болады R1-дің R2-ге қатынасы. Келесімен қарастырайық, бізде келесіде параллель жалғау. Параллель жалған кезде бізде ток күші, мұнда келген ток күші, барлық ток күші екіге бөлінеді. I1 мұнда кетеді, I2 мұнда кетеді. Яғни бізде ток тармақталды. Біз ондай жалғауды параллель жалғау деп атаймыз. Параллель жалған кезде барлық ток осы екі токтың қосындысына тең. Яғни I1 тең I1 плюс I2, яғни ток күштер осылай болады. Кернеуді алып қарайық, мына ұштарындағы толық кернеу осы барлық кернеулер бір-біріне тең болады. Мынаның ұшындағы кернеу және екі резистордың ұшындағы кернеу бір-біріне тең. Ал кедергіге келетін болсақ, бір бөлінген R тең болады бір бөлінген R1 плюс бір бөлінген R2. Немесе былай да жазуға болады. Барлық R тең болады R1 көбейту R2 бөлімінде R1 плюс R2. Осылай да жазуға болады. Сонда I1-дің I2-ге қатынасы тең болады керісінше R2-ның R1-ге қатынасына. Енді есептер шығарайық біз. Бірінші тізбекті алып қарастырайық. Бүгін біздің мақсатымыз негізі электр тізбектеріне оң заңын пайдаланып отырып, осының тізбекте және параллель қосылған өткізгіштерге есептер шығарудың. Біз қарастырамыз. Суретте көрсетілген тізбектің жалпы кедергісін және вольтметрдің көрсетуін анықта дейді. Бізге R1 берілгенін жазамыз. Берілгені R1 тең бізде 14 Ом. R2 бізде тең 18 Ом. R3 бізде тең 16 Ом. Барлық ток бізде 0,2 ампер. Табу керек барлық кедергіні. Кернеуді табу керек. Немесе кернеуді табу керек бізге. Қарастырамыз. Бізде ток тармақталмай бірінен соң бір өтеді. Мынау үшеуі тізбекте жалғанған. Оды табу үшін шешуі. Оды табу үшін оң заң бойынша O тең I көбейтілген R. I бізде бар. R-ді табамыз. R-ді барлық тізбекте жалғандықтан, олардың формуласы R1 плюс R2 плюс R3. R тапсақ, R-де мәндерін қойсақ 14 Ом, қосылған 18 Ом, қосу 16 Ом, тең болады бізде 48 Ом. Енді мәнін қойсақ, O тең болады. I-дің мәні бізде 0,2 ампер. Көбейтілген 48 Ом. Тең болады 9,6 вольт. Жауабы O тең 9,6 вольт. Келесі есепке көшейік. Келесі есепте бізде берілді R2 20 Ом, R3 бізде 15 Ом, және бізде R2 арқылы өтетін ток
бізде 0,3, яғни негізге келгенде тармақталады ғой бізде. I1, I2, I3 бұл. I2 бізде 0,3 ампер, және бізде ампер метрдің көрсетуі толық ток бізде 0,8 ампер, әрбір кедергі металды берілген жазамыз. Берілгені бізде R2 20 Ом, R3 15 Ом, I2 бізде 0,3 ампер, I бізде 0,8 ампер, әрбір теңсі. Шешу. Бұл жалғаудың түрі біз жаңағыда параллель дедік. Ендеше параллель болса, біз қарастырамыз. Бірінші қараймыз. Бізде улар бар, бұл жерде улар бір-біріне болу. У тең U1-ге, О тең U2-ге, О тең U3-ге. Бізде негізі А2 бар, және R2 бар, ендеше U2-ні тауымызға бар. U2 тең А2 көбейтілген R2. А2 көбейтілген. А2 бізде 0,3 ампер, R2 бізде 20 Ом. Сонда бізде 6 вольт шығады. 6 вольт. Барлық жерде кернеу бізде 6 вольт болды. Әрбірді табу үшін бізде Омның зары бойынша U1-ді вольт ұстаймыз I1-ге. Бізде I1 жоқ, I2 бар, I3. Ал енді біз жерде параллель қосылғандықтан бүкіл I1 плюс I2 плюс I3-ге тең барлық. Мынау бізде I1 жоқ, I2 бізде бар, I3 тауып алайық. I3 бізде U3 бөлінген R3-ге тең. U3 бізде 6 вольт, бәрі-біріне тең. R3 бізде 15 Ом. 15 Ом. Тең болады 0,4 ампер. Яғни негізге қойсақ, бізде қазір I1-ді тауып алуымызға болады. Мынау 0,8 ампер. Тең I1 белгісіз. Қосу I2 бізде 0,3 ампер. Қосылған 0,4 ампер. Сонда қарап отырсақ, бізде 0,7 шығады, ал мына жерде 0,8. Сонда бізде I1 0,1-ге тең. I1 тең 0,1 амперге тең болды. Ендеше біз негіздегі формулаға қойып, R1-ді табамыз. R1 тең 6 вольт бөлінген 0,1 ампер шығады. Бөлсек 60 Омға. Жауабы R1 тең 60 Ом. Так, келесі есебімізге көшейік. Келесі есебіміз бізде аралас жалғанған. Яғни бізде R1 де жалғанған, мынаны үтетін ток. Мында келеді, екіге тармақталып бөлінеді. Бізде негізде I2, негізде I3 болады. Бұл параллель жалғанған. Берілгендерін жазсақ, R1 бізде 3 Ом, R2 бізде 2 Ом, R3 бізде 4 Ом, бізде ампер метрдің көрсетуі 6 ампер. Бізге табу керек, R2-дегі кедергідегі ток үшін. Мына А2-ді табу керек. Ендеше біз қарастырамыз. Біз барлық жерде кернеуді табамыз. Кернеуді табу үшін кернеу U тең I көбейтілген R. R дегеніміз бізде барлық кедергілердің қосындысы. R, мынау бізде дебеттен жалғанған R1, қосылған, мына екеуі параллель жалғанған екеуінің қосындысы. R2 3-ті табатын болса, параллель жалғаудың бойынша R2 көбейтілген R3, бөлімінде R2 көбейтілген қосылған R3. Тең R2 бізден 2 Ом көбейтілген 4 Ом,
бөлімде 2 Ом қосылған 4 Ом. Сонда бізде 8 Ом квадрат бөлімде 6 Ом. Квадратпен қысқарып кетеді. Бізде негізде 2 қысқарады 4, негізде 2 қысқарса 3, 4 точка өсіп 1,3 Ом. Ол енді біз толық кедерген табамыз. Дәнтерін қойып, әрбір бізде 3 Омға те, ал екеуінің қосындысы 1,3 Омға те. Сонда бізде барлық кедергі 3,3 Омға те. Енді барлық кернеу табамыз. Кернеу тең 6 ампер көбейтілген 3,3 Ом. Көбейтсек 25,8 вольтқа, жоқтап алғанда 26 вольт депті алуға болады. Қарастырамыз. Барлық негізде кернеу 26 вольт болса, надағы кернеу тауып аламыз. Надағы кернеу бізде U1 кернеу I1 көбейтілген R1. 6 ампер көбейтілген R1 бізде 3 Ом. Тең болады 18 вольт. На екі жердегі кернеу бір-біріне тең болу керек. Сонда бізде U2 тең U3-ке. Ол тең барлық жалпы кернеуден бірінші кернеуді алып тастаймыз. Сонда жалпы кернеу бізде 26 вольт, азайтылған 18 вольт. Сонда бұл 8 вольт. Яғни негізде 8 вольт, негізде 8 вольт кернеу енші біз мұндағы ток күшін таба аламыз. Оның заңы бойынша А2 тең болады U2 бөлінген R2. Мәндерін қойымыз. А2 тең U2 бізде жаңа 8 вольтқа тең болды. R2 бізде 2 Ом. Сонда бізде 4 ампер. Жауабы А2 тең бізде 4 ампер.